Мәлик ибн Динар деген кісі болады. Сол Мәлик ибн Динар бұл хижреттің 127 жылда өмір сүрген кісі. Мәлик ибн Динардың уақиғасы бүкіл адамдарға өнеге, бұл Алламен байланысқан, Раббысын тапқан, тәубеге келген ұлы пенделерден бірі. Бірақ бұның өмірінің сол өнегесі, сол бұның тәубасы бүкіл қияметке дейінгі адамдарға, сізбен бізге үлкен өнеге болып қалған. Ибн Құдама Тауабин кітабында келтірген уақиғада Мәлик ибн Динар айтады, мен заманында сол Басра қараларында ол кісі қазіргі тілмен алып шұрта деп айтады, мемлекеттік қорғаныс сияқты бір салада қызмет етеді. Бір рауаяттарда ол замандарда сол салада қызмет ететіндер қарақшылар сияқты болатын еді. Яғни қарақшы деген сияқты. Және ол кісі сол уақыттарда көбірек ішімдік, ол замандағы сондай адамдар ішімдікке көбірек беріледі екен. Сондай қатты жаңағы ішімдікке берілген еді. Бұл кісі өз тілімен айтып отыр. Сондай беріледі, сондай болып жүреді, бірақ күндердің бір күнінде соншама қателіктерім көп, соншама күнәларым көп, арақ ішеміз, адамдарға жаңағы қолында билік болған соң қиянат жасаймыз, не бір істеп жүрдік. Бірақ бір күні бір кішкентай қыз баланың жаңағы сауда сатып тұрғанда, кішкентай қыз баланың, 5 жаста, 6 жаста қыз баланың сондай мейірімін, пәк таза көңілін көріп, шіркін менің де осындай қыз балам болса деп, ол кезде Мәлик ибн Динар әлі үйленбеген, 20 жастағы кезең беріп, мен де осындай қыз балам болса, мен де бір үйленсем деп, жүрегінен сондай бір жаңағы кішкентай балаға деген сүйіспеншілігі оянады. Мәлик ибн Динар кейіннен үйленеді, бір әйел кісімен үйленіп, дүниеге ұрпақ келді. Бала келді, бірақ мен әлі де ішуімді қойған жоқпын, әлі де сол жаңағы көшеде жүрген қиянаттарымды, істеген қателіктерін әлі тоқтатқан жоқпын. Дүниеге кішкентай қыз бала келді. Мен сондай қуандым, сонда да қойған жоқпын. 1 жас, 2 жас, 3 жасқа келді. Оның атын Фатима деп қойдым дейді жаңа қызым. Фатима қызым ер жетті, 3 жасқа келді. Мен онымен шаршап келгенде ойнайтын едім, қызығатын едім. Фатима қызым өте қатты ақылды болды. Мәлик ибн Динарды бірден бір тәубасына келуіне себепкер болып қыз. Кішкентай күннен Алла Тағала сол қыз арқылы бұл кісінің тарихта ғалым болып қалуына, Алламен байланысының әдемі болуына себепкер болады қарасаңыз. Жаңағы сондай бір шаршап келгенінде, жұмыста келгенде жайнамазды сүйреп әкеп, намаз оқуыма әрекет ететін еді. Жаңағы қызымды көріп, кейде жүрегім босап, сондай қатты қызымды жанындай жақсы көретін едім. Бір күндері қызымды алдыма отырғызып, шарап, арақты құйып ішейін деп жатқанда, қызым қолымнан қағып жіберген кезде жүрегім суырылатындай, сондай қатты қиналып кеттім. Егер де сол уақытта қызымнан басқа біреу болғанда, менің қолымда қағып жіберген басқа адам болғанда, мен оның мойнын бұрап жұлатын едім дейді. Мен сондай күшті едім, сондай нәпсім, тәкаппарлығым сондай бір қатты еді. Бірақ қызымның ұрғаны дейді, ол сондай қатты бір соққыдан қолымдағы шарап төгілді, жерге түсті. Мен енді арақ ішпейін деп тәубаға кетіп қалдым. Ішпейін деп айттым дейді сонда. Осындай кеттім, қызым ер жетті, сонда әдемі болды жаңағы. Сөйтіп 5 жасқа келгенде қызым бір қатты ауырып дүние салды. Мен қайтадан қызымды алған үшін бір жағынан Раббыма неге алды деген сияқты пендешілік қателікпенен қайтадан ішуге бастым дейді. Іштім, сонда бір шектен шығып кеттім, өз-өзімді жоғалтып қойдым дейді. Шағбан айының ортаңғы кезеңде. Қайсы айдың дейді? Шағбан қайсы ай? Қазір біз отырған ай. Шағбан айының ортаңғы кезеңінде есімді білмейтіндей жағдайда үйге келдім. Есімді білмеймін. Келдім, шаршағаннан келіп ұйықтап қалдым, ұйқыда түс көрдім дейді. Түсімде қиямет болып жатқан екен. Аспан асты үстіне қопарылып, жер түнек болып, жер бетінде қиямет басталып жатқанын білдім. Адамдар шыңғырып, неше түрлі жағдайлар болып жатқанын естідім. Сөйтіп қарасам, бір аждаһа қиямет басталыпты. Бір аждаһа сондай жылан, айдаһар маған қарай келеді. Мен қаштым дейді. Мәлик ибн Динар айтты. Мен қаштым дейді. Қайда қашатынын білмеймін. Жер жап-жазық. Бір қарасам, шығыс беткейде бір таулар тұр. Тауларға қарай қаштым дейді. Қашып келатырым, ол мені қуып келатыр, жұтатындай қуып келатыр. Сөйтіп қарасам, бір ақсақал көрінді. Ақсақалдың қасына барып өтіндім. Маған көмектесші, бұл жұтып қояды дедім. Ақсақал айтты, менің түрім мынау, қолында таяғы бар сүйеніп тұрған. Сонда әлсіз болып тұрған. Менің жағдайым мынау, мен саған қалай көмектесем деді.
болмаса осылай қарай қаш деп бір тауды нұсқап жіберді. Тауға қарай қаштым, өрге, теңізге түсем, ол менің артынан қалмайды. Ол мені жұтуға әрекет жасалады. Қайта ақсақалдың қасына келіп ем, ақсақал басқа бір жақтағы тау беткейге қарай мені нұсқап жіберді. Мен сол тауға қарай кеттім дейді. Малик ибн Динар айтады. Сөйтіп таудың қасына барған кезде, таудың тура жанына барған кезде бір бақшаны көрдім, бақшалы есікті көрдім. Кішкентай балалар ойнап жүр. Балаларға қарай қашып жүгірдім. Балалардың қасына жақын барғанда, жаңағы балалар маған Фатима, сенің әкең келді деп айғайлады. Шынымен де Фатима қызым осында бар ма? Мен ойлап жатырмын. Фатима қызым осында екен ғой менің деп жаңағы жаққа қарай жүгіріп бара жатырмын. Сөйтсем бір есіктер жасыл қақпалар ашылып, бір есіктен қызым Фатима шығып, мені бір қолмен ұстап, бір қолмен айдағарды кеудесінен нұсқап, ары қарай жіберді, артына қарай. Мен тірі күніндегі сияқты Фатиманы алдыма алып, құшақтап, оған жылап жатырмын. Есімде жаңағы жағдайдың бары жоқ. Фатиманы тірі күніндегі сияқты алдыма отырғыздым. Ол менің тірі кезеңімде сақалыммен ойнайды деді. Ол қайтада менің сақалдарыммен ойнап алдыма отырғыздым. Содан кейін тұрып, әкетайым, әкешім, тәуба ететін күндерің, Раббыңа қайтатын, Раббыңды еске алатын, Раббыңды, яғни Алланы зікір ететін уақыттарың болған жоқ па деді. Мен айттым, Фатима қызым жаңағы тәуба етем деп оған өзімше сөз беріп аттым. Сол кезде Фатима қызым тұрып, «Әләм яънилләзина аману, иман келтіргендердің тәуба ететін, ан тахша құлубухум бизикрилла, олардың жүректері Алланы зікір ету арқылы қорқатын кезеңдері болған жоқ па?» деген аятты оқи бастады. Мен таң қалдым. Сендер Құран оқи аласыңдар ма? Иә, біз бұл жерде Құран оқимыз. Бұл кеткендердің, бұл қасындағы балалардың барлығы мұсылмандардың кішкентай күнде дүниеден өтіп кеткен балалары. Біз ата-аналарымызға шапағатшы болу үшін осы жерлерде жиналып, күнде Раббымыздың алдында Раббымызға зікір қылып, Аллахтың аяттарын оқып тұрамыз деді. Мен шошып оянып кеттім. Ояндым да бірден өз-өзіме келіп тәуба етуге бастадым. Жуындым, шайындым, бірден тәуба етіп, Раббыма мешітке қарай жүгірдім дейді. Енді қараңыз. Мешітке келдім. Таң намазының уақытына келген екем, таң намазын оқыдым. Имамның артына тұрып, намаз оқып жатқанда имамның бірінші оқыған аяты, Құран Кәрімдегі жаңағы Фатиха сүресінен кейін имамның оқыған аяты, «Әләм яъни лиллазина аману ан тахшия құлубухум бизикрилlah». Әлгі Фатима қызымның оқыған аяттарын оқып жатыр. «Әләм яъни лиллазина аману», ей иман келтірген пенделер, ан тахшия құлубухум бизикрилlah, сендердің жүректерің Алланы зікір етіп, Алладан қорқатын кезеңдерің болған жоқ па деген аятты оқып жатыр дейді. Осыдан бастап бұл кісі не істеп кетті? Тәуба етіп кетті. Сахабаларды көрген табиғиндардан тарихта бұл кісінің үлкен осындай қиссасы қалған. Біз бұл шынайы тәуба еткен мүминнің Малик ибн Динар кейіннен қаншама адамдарға себепкер болған ұлы ғалымға айланды.